Сәлем достар. Сәлем достар. Сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі бізде жаңа челлендж. Бүгінгі ойынымызда біз Ханшайым қызымыздың көзін байлап қойып, тәттілер жегізетін боламыз. Сол тәттілердің атын Ханшайым табу керек болады. Сен соқтан бастайық. Сен соқты бірден табатын шығарсың, иә? Соқты табам. Қазір мен сіздерге тәттілерді көрсететін боламын. Осыларды қазір жегіземіз Ханшайымға. Отыр, Ханшайым, саған көруге болмайды. Шоколадтардың атын табатын болады. Бірінші Ханшайымның көзін орамалмен байлап алайық. Баласа байлай ғой. Ханшайым, сен білесің, иә? Таба аласың, иә? Біз соқтан бастаймыз, анашым. Жоқ, біз бірінші араластырып қойып бастаймыз. Жарай ма? Біз араластырамыз. Сен жоғары көтер. Қазірше Ханшайым шоколадтың атын, жегізген заттардың атын білсең, атын айтқын, жарай ма? Ал бізде қазір бірінші тәтті мынандай болады. Бірақ айым бұны жейді, негізі папасы жұмыстан келгенде күнде кешке әкеп тұрады бұндайды. Бұндай тәттіні қазір көрек дәмін жеп, атын таба ала ма, таба алмай ма көреміз. Бірінші ыстатып көрші, мүмкін сыртынан таба ала ма екен. Ханшайым, қандай шоколад деп ойлайсың? Альбини. Айттым ғой, бұл табады бұл. Жеді ғой, кеше де жеді. Енді ашпаймыз. Бұны ашпай-ақ қояйық. Ашпа, Ханшайым, ашпа бетіңді. Ашпай-ақ қояйық. Мына біздің Ханшайым сыртын ұстап тауып қояды екен ғой. Сол себепті енді екінші шоколадымызды ашып жегізіп көрейікші, таба ала ма екен атын. Ханшайым, жоқ, ұстамай қой, қызым, отыра бер. Әпшең жегізіп көреді, мақұл ма? Жоқ, қазір әпшең жегізіп көреді өзі, жегіздіріп көреді. Мынаны да бұл үнемі жейді. Тауып қою мүмкін. Мынаны да бұл үнемі ішеді. Жейді де. Ханшайым, қоя тұр, қызым. Оны да тауып қою мүмкін. Мынаны да тауып қою мүмкін. Бұны да үнемі жейді. Не шоколад? Біледі бұл. Әсте қой, біледі. Ал енді екінші тәттіміз қандай? Мандай болсынша. Көрек таба аламын. Сенде көзіңде көрініп тұрма не? Көзің ашық тұрма? Бізде Ханшайым мынаны тапты, Альбиниді. Тапқан заттарын бір шетке қояйық. Таппағандарын бір шетке қоямыз. Ал енді екінші тәттіміз. Осындай шоколад. Негіз бұның атын, Ханшайым бұның несін білсе де, сыртының нелерін білсе де, атын білмеуі мүмкін бұның. Себебі бұның аты айтылмайды, негіз бұның жейіп жүрген шоколады. Кәне жегізіп көрейік. Бұны точно таппайды. Таппайым. Тоқтап тұр, Ханшайым, қазір әпшең жегізеді, жарай ма? Ондай шоколад. Шоколад да? Онда ұстап келеді. Жоқ, аузыңа салам. Жоқ, ашпа. Ханшайым, аузыңа жеп көрі ғой, қызым. Таппаймадым. Таппайдым атын. Жеп көрсейін, жеп көр. Негізі бұның атын бізде айтылмайды, ше, бұл қандай шоколад өзі. Бұның атын таппайды. Білмейсің ба атын? Сырты қандай, білесің ба? Түсі. Сырты қандай? Кішкентай, үлкен. Кішкентай, үлкен. Жоқ, кішкентай ма, үлкен ба? Үлкен. Түсі қандай? Жоқ, бұны таппайды Ханшайым. Білмейді бұның атын. Біреуін таппады. Ал енді екінші тәттіміз. Ханшайым, ұстап көресің ба, қызым? Ханшайымға бер, ұстап көрсін. Яшкино. Біледі. Әкеле қой. Мынаны ашып көрейік. Ұстаппай қой сыртын. Или ұстап көресің ба, қызым? Ұстаса табады. Мамыз. Яшкино.
Жарайды. Ыстап көрмей-ақ жегізіп көрсете берейік. Бұны табам екен, таппайды екен. Табам olsun ben табам, яшкино. Кішкене тістеп көр. Яшкино. Қызым, біз жаңа яшкиноны бермедік саған, басқа тәттіні беріп жатырық. Яшкино емес бұл. Яшкино? Яшкино емес, Ханшайым. Басқа тәтті нәрсе. Не ол? Тағы жегізіп көрші. Ханшайым, не екен? Бұл яшкино емес, бірақ қызым. Білесің ба? Bilmiyorum zaten. Stop koyuyorsun. Ашып қойдық қой қызым енді. Atın bilmiyorum. Сыртын тағы ұстап көресің ба пакетін? Atın bilmiyorum. Атын ұмытып тұрсың, бірақ білесің я, қандай не көрсең білесің я уже я. Жеп көрген бұл негізі. Атын ұмытып тұр. Екеуін таппады Ханшайым. Мына шетке қояйық. Ал енді үшіншісі бізде мынандай болсыншы. Бұны бірден табатыны сөзсіз. Сыртын сатып көрмей қоя салайық. Ханшайымның ең жақсы көретін заты бұл. Ханшайым қоя тұр қызым. Қазір әпшең береді. Ең жақсы көретін затын жейін деп жатыр қазір. Деп айтып қояйық. Қазір таба алам екен, бұны таба алмайым екен. Сен ұстап көрсең бірден табасың. Аузыңды аша қойын, Ханшайым. Не екен? Sok. Сок па? Қандай сок? Ненің дәмі шығып жатыр? Алманың ба, өріктің ба, ненің дәмі шығып жатыр? Alman. Алманың дәмі. Біледі бұл. Дұрыс. Өте дұрыс. Біздің Ханшайым жарайсың, күшті ойнайды ғой, күшті видеоларға түседі, челленджге қатысады, өз кішкентай болса да. Ханшайым жарайсың. Тағы да ішкі жер. Ханшайым өте ақылды қыз. Видеоға түскен өте қатты ұнатады, өз кішкентай болса да. Ал ендігі тәттіміз осындай болады. Негіз бұны ұстап көрсе сразу білет. Сонда да ұстатып көре салайық. Satayım. Иә. Қазақстан шығар. Ән. Таптым. Ханшайым мұны тапты. Жеп көресің ба, Ханшайым? Ben Қазақстан шығар ұнатпаймын да. Ұнатпайды екен. Жемейсің ба онда? Жемейді екен. Яқа қос. 3 затты тапты. 2 затты таппады. Бізде Ханшайым Қазақстан шоколадын өте қатты ұнататын. Алдын уже жеп шықты. Үлкенін жеп уже ақырына келген кезде. Осы ақырғы 2-3 күннен бері ұнатпай жүр. Уже шықтым. Қазақстан шоколадын жегім келмейді. Ал енді ұстатпай-ақ аша берейік. Бұл заттарды сөзсіз табады бұл. Жеп көрсетейік. Мынаны да өте жақсы жейді. Өте жақсы табады бұны. Қазір ұстап көрсе, бұны тауып қояды. Сол үшін ұстатпай-ақ жегіземіз. Ne bu anlasın bu? Қазір жеп көресің қызым. Не екен, шоколад ба? Шоколад, я. Қандай шоколад деп ойлайсың? Атын білесің ба? Dənəkli barda şoşkat koy. Ішінде дәнектер бар шоколад ба? Атын білмейсің ба? Atın beni. Бұның негізі жақсы жейді біздің Ханшайым. Просто қазір атын ұмытып тұрмын деп тұр ғой. Негізі сен атын білесің Ханшайым оның? Ойланып көрсең не екен аты? Сен білесің ғой, оны жақсы көріп жейтін едің ғой. Dənəkli barda şoşkatın atın bilmiyordum. Ұмытып тұрсың ба?
Негізі білесің, я? Негізі біледі Ханшайым бұны. Тапты деп айтамыз ба, енді таппады деп айтамыз ба бұны? Taptı деп айтамыз. Тапты деп айтамыз ба? Негізі атын ұмытып тұр ғой бұның. Есіңе түсірші, Ханшайым жеп көретінен ғой, сырты сары, ортасында шоколадтың суреті бар ше. Сыртын көрсетші болсын ма? Ыстап көрші онда, ыстап көрсетші. Мынандай үлкен шоколад ше, сен жақсы көп жейтінен ғой, маған әперші магазиннен дейтінен ғой, білесің ба? Сол. Я, солай тістеп жейтінен ғой, атын ұмытып тұрсың ба? Ыстап көрші, Ханшайым ұмытып тұрсың ғой сен атын. Жеп көр. Жейсің ба, жеп көр. Кешірімші атын ұмыттым. Аты есіне түсіп тұр да, просто бұл айта алмай тұр негізі. Кешірімші атын ұнамайды. Кешірімші атын таба алмай Таба алмай жатсың ба? Жарайды онда, таба алмай жатыр. Айым. Яшкиннің шоколаты ғой бұл, Ханшайым, қызым. Таба алмадың, ұмытып тұрдың ба? Еніші атын таба алмай ғой. Жарайды. Осымен үшіншісін таппады Ханшайым. Таппаған жаққа қосамыз. Ал енді мынау болсыншы. Біледі ғой бұны негіз. Сонда да жасырып көрейік. Істеп көрейік. Жоқ, оны ұстап көрсең сразу тауып қоясың ғой, қызым. Ұстап көре берсін, бұл жесе де сразу табады бәрі. Ұстап көре бер. Ханшайымның ең жақсы көретіні бұл не? Йогурт. Йогурт. Ханшайымның өте жақсы көретін заты. Жеп көрсің бе? Иә, жегіз. Біздің Ханшайымға үнемі әперетін заттарымыз бұл негізі. Йогурт, я? Күшті ма? Дәмді ме екен? Саған ұнады ма? Енді бір затымыз қалды. Бұл бізде мынандай зат. Кеп көрсін. Сразу атын таба салым ғой мен. Я, сразу таба салып, Ханшайым. Не зат деп ойлайсың? Өте қатты жақсы көретін заты Ханшайымның. Уже біліп тұр бұл. Яшкино. Жарайсың. Ал Ханшайымның көзін аша қой, боласа. Бізде Ханшайым мынанша заттар тапты. 5 затты тапты Ханшайым. Ханшайым мына 3 затты таба алмады. Яшкино ғой, қызым мынандай. Яшкино таппай қалдың ғой сен осыны. Барни де таппай қалдың. Мына шоколад таппай қалдың. Отыра ғой. Ханшайым, саған ұнады ма? Енді соларды Ханшайым жейтін болады. Ақырғы күндері біздің Ханшайым Қазақстан шоколадынан, бананнан шықты. Бананды да алдын жақсы көретін еді. Осы ақырғы 2-3 күннен бері бананды да жемей жүр. Қазақстан шоколадын бізге кішкентайын алдатпайтын еді. Үлкенін әперіңдерші дейтін еді. Үлкенін де жеп Қазақстан шоколадтан шықты. Сізді дәусін әпеме қойды. Дәусін ба? Екеуі бірдей ғой, қызым. Енді ана дәусін жемеймін деп кішкентайсын жемей қойын ма? Ал достар, бүгінгі біздің ойынымыз осымен аяқталды. Ханшайым, достарыңа не дейміз? Лайк басып, коммент жазыңыздар. Біздің каналымызға тіркеліңіздер дейміз, я? Бүгінгі видео саған... лайкты басып кетіңіздер. Бүгінгі видеомыз саған ұнады ма? Бүгінгі видеомыз ұнаса, лайкты басып, коммент жазыңыздар. Ал достар, біздің видеомыз осымен аяқталды. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Пока-пока.